Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін табиғи таза, пайдалы майлардың бірі сиырдың іш майын шыжғырып, өте дәмді кешкі ас дайындаймыз. Алдымен іш майды жуып, тазалап, бездерін, керек емес жерлерін алып тастап, осылай ұсақтап турап алдым. Оны қызып тұрған қазанға салып, араластырып отырып, май қызарғанға дейін қуырып, үстіне бір жуан салып, жуанда қызартып қуырып аламыз. Енді сиырдың балғын бөтекесі мен жүрегін салып, кішкене тұз сеуіп жіберіп, араластырып отырып, етті баяу отта қуыратын боламыз. Арасында араластырып, асымыз дәмдірек болсын деп, 2 сарымсақты қосып, тағда бір 10-15 минут қуырамыз. Етіміз қуырылып болғаннан кейін үстіне 1 шай кеседей су құйып, баяу отта етті қайнатамыз. Етіміз қайнауға жақын қалған кезде, дайын болғаннан кейін үстіне картофын салып, тағда суы аздау болса, кішкене су құйып, татымына қарай тағда тұзды салып, осылай араластырып, жарты сағатқа баяу отта қоямыз. Жарты сағаттан кейін міне қуырдағымыз дайын болды. Іш майға жасалған тағам өте дәмді ас болсын.